Енді бізде үшінші кезек математикалық есептер. Біздегі қазір математикалық есептер балалар үш бөлімге бөлінеді. Жұмбақ есептер, мәселе есептер, логика. Енді бұлар 10, 20, 30 ұпаймен есептеледі. 10-да оңай есептер, 20-да орташа, ал 30 ұпайда кішкене сәл қиынырақ есептер. Мысалы қазір алдыңғылар тобы жауап бере алмаса, қарсылас командалар жауап берсе дұрыс, ұпай сол командаға қойылады. Жұмбақ есептің 20-сы. Тыңдаймыз. Аңның 2 оң аяғы, 2 сол аяғы, 2 алдыңғы аяғы, 2 артқы аяғы бар. Аңның барлығы неше аяғы бар? Ойланамыз. 4. Келісесіздер ме? Өздері айтты, жауабын тексеріп көрейік. Аңның 4 аяғы бар. Дұрыс, өте жақсы. Жұмбақ есептің 30-шы яшық. 5 бұтақты ағашта бұтақ сайын 5 алма. Біреуін бер, алашқа қалады сонда қанша алма? Жауап бар ма? 24. 24 дейді, келісесіздер ме? 20 алма бар. 20 дейді сіздер. 24 дейді, тыңдап көрейік жауап. Екінші жауап 24. Алдыңғылар тобына 30 ұпай. Мәселе есептің 30 таңда. Ал мұқият тыңдаймыз. Балалар мұқият тыңдаймыз. 2 себетте 86 алма бар. Бірінші себеттен алып, екінші себетке 3 алманы салған кезде, 2 себеттегі алманың саны тең болады, бірдей мөлшерде болады. Сендерге сұрақ, бастапқыда 2 себетте қанша алмадан болды? Бірінші себетте қанша алма? Себетте 46 алма болды, екінші себетте 40 алма болды. 46-да 40 келісесіздер ме? Жауабын көрейік. 46-да